Мектептің екінші Б сынып оқушысы Айнжан Разы оқитын шығармам қыз авторы Абай Құнанбаев. Ақ киімді, денелі, ақ сақалды, соқыр, мылқау танымас тірі жанды, үсті басы ақ қырау, түсі суық, басқан жер сықырлап келіп қалды. Дем аузы үскірік, аяз бен қар, кәрі құдаң қыс келіп әлек салды. Ұшпадай бөріп киген оқшырайтып, аяз бенен қызар, ажарланды. Бұлт тайқасы жауып екі көзін, басын сілкісе қар жауып мазаңдалды. Борандай бұр сарқ етіп, алты қанат ақырта үй шайқалды. Әуес көріп жүгірген жас балалар, беті қолы домбығып үсік шалды. Шидем мен тон қаптап киген малшы, бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенше жылымыз қайран жылғы, титетуге азақ қалды. Құспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшылар қорқылмас итке малды. Ит жегенше анау жесін, мынау жесін, ұйқы өлді